Көрермендер, сіздермен Казбей. Бүгін сіздерге мен қалай осы сіздің клавиатураңызда егерде қазақ тілі әріптері шықпаса не істеуге болатыны туралы айтамын. Менде телефонымда ең бірінші басында қазақ тілі клавиатура шықпайды, яғни айтқанда әріптері шықпайтын болды. Мен көп ойландым, сосын интернеттен клавиатура Google деген приложение жазып алдым. Яғни айтқанда Play Marketте бар бұл клавиатура Google деп іздесеңіз шығады. Бұнда қазақша әріптері бар, өте ыңғайлы. Және де бір минусы, бірақ мұнда смайликтерді жіберуге болмайды. Осы программаны скачать етіп алғаннан кейін настройка етеміз. Кіргеннен кейін міне язык осы жерді таңдаймыз. Сосын бұл жерде клавиатура Google дегенге басамыз, птичка қоямыз. Сосын сіздерде міне қазақша әріп шықпаса, мына жерден таңдаймыз, басамызда көріп жіберейін. Настройканың суретін басамыз. Сосын язык дегенге басамыз да, ішінен кез келген өзіңізге керекті, ішінде қазақ тілі бар, міне соны таңдайсыздар. Керекті тілді таңдайсыз. Сосын шығып, осы галочка басасыздар. Міне, сосын сіздерге көрсетіп жіберейін қандай екенін. Міне, қазір міне ұсқыны осындай, клавиатураның өте жақсы. Мысалға, қыны басқыңыз келсе, кінің үстіне апарасыздар, мысалы. Аны басқыңыз келсе, өте жақсы программа. Бірақ бір минусы, смайликтер жіберуге болмайды. Сіздермен болған мен Казбей. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.